Қазіргі уақытта антибиотиктер өте жиі қолданыста. Дәл қазір менде мына жерде ампицилин бар, мына жерде онымен қоса цефтриаксон бар. Яғни цефалоспориннің туындылары цефазолин, цефтрин, цефтриаксон, цефураксин тағысындағы солай кете береді. Жалпы бұл антибиотиктерді тағайындау барысында олардың дозасына міндетті түрде назар аудару қажет. Мысалға, цефазолин, цефтрин, цефтриаксон дозасы 1/0 болып шығады, яғни 1 грамм. Оны кішкентай балаға да тағайындау мүмкін. Кішкентай балаға тағайындағанда баланың жасы және салмағы ескеріледі. Яғни кішкентай жасына дейінгі балаларға тағайындалатын болса, ол 0,4 я болмаса 0,8, 0,7 сияқты дозасы азайтылады. Осындай қатаң ескертпелерді міндетті түрде есіңізде сақтаңыз. Ал егер сіз дозадан қателесіп, көп доза енгізіп жіберген жағдайда баланың өміріне қауіп төнеді. Сол себепті дозаға назар міндетті түрде аудару қажет. Егер видео ұнаса, лайк басыңыз, пікір жазыңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз.